Mağlar mı? Mengdayga. Болды. Yegiye. Орыс болып кеткенсің. Қысы жазы осындай қылып нанды қолдан істеп жейміз. Қабырғада кілем тұру деген енді көп жерде жоқ қой. Мына Жапандағы жалғыз үй қасында ауыл аймақ жоқ. Қиын емес пе осылайынан тұру? Жоқ, қиын емес. Біреулер ойлауы мүмкін жаңағы Қазақстаннан қашқан қазақтар. Жоқ, біз қашқан қазақ емес. Біз қазақ боламыз деп кетіп жатырық. Біз өз жерімізден кетіп жатырық. Мынандай құрмет күтпедім шынын айтсам. Ассалаумағалейкум қарақтарым, қалдарыңыз қалай? Біз жұрт мақтаған, ел мақтаған және жалғыз жолаушының барша көрермені шақырған тамды жеріндеміз. Бұл жерге Шамшы Қалдаяқов келіп, осы әнді жазған. Ебелектей жел аңсаған, көбелектей гүл аңсаған, келем саған. Және Бауыржан Момышұлы қазақылығына таң қалған. Қазір көрейік, тамдыдағы ағайын қалай өмір сүреді, олар немен айналысады, хал жағдайлар қалай? Бүгінгі шығарылымнан тамашалаңыздар. Біреулер ойлауы мүмкін жаңағы Қазақстаннан қашқан қазақтар. Жоқ, біз қашқан қазақ емес. Біздер сал серіміз, жырауымыз алдында ойнап күлген қазақпыз. Біздерде қымыз деген ішілмеген. Жаңағы көп қазақтың мақтанатын қымызын іше алмаймыз. Қымыз үшін әлсін барып келетін, бие иіп келе беретін көгал болу керек қой. Біздерде ол жоқ. Сол үшін біздер шұбат ішкен халықпыз. Ата, қысы жазы осы жерде істейсіз бе? Осында очақ істейміз. Очағамыз, мына темір тарамыз, қазір көресің барлығы. Көрік деп аталады екен, әлгі үрлейтін бұл енді отты қыздыру үшін. Өзбекстанда күзіне көмір шыға ма, шықпай ма білмеймін. Қазақстанның көмір жақсы болады. Мына күзіне көмір мынау. Әше жай көмір болмайды бұған. Көмір, темірді де ертіп жүре ма, балқытып? Темірді балқытала ма мына көмір? Темір ма? Балқытама темірді. Бұл мәсіне крылосы. Мәсіне крылосы. Тілі Мұрат атамыз қоңырау жасайды, темір ұстасы, жасы 70-ке таяп қалған, көзі жақсы көреді, дегенмен құлағы сәл естімейді, сондықтан біз жазбаша сұрақтар қойдық. Міне. Әкем айтатын өзі ұстасылық тастама дейді. Қара қой құрымай, қоңырау құрымай деп айтатын еді. Дұрыс айтасыз. Әкемнің сөзі. Әрі ермек болады, әрі ақша болады дейді. Достар, бұл атамыздың қолынан шыққан дүние. Қоңыраулар және айтып жатырмыз. Бүкіл мал шаруашылығымен айналысатын адамдардың барлығы осыны сатып алады. Енді малы қай жақта жүрген алыстан біледі. Атамыз міне осы арқылы біріншіден ермек қылып отыр, екіншіден табыс тауып отырмын дейді, және өз сөзінде. Дауысы міне осылай шығады. Сыңғырлап тұр, көрдіңіздер ғой. Керемет. Көңіл толады. Ау, Төстемір 10 атадан бері келе жатыр дейді. Осыған тәу өтіп кетті деп айтып жатырмын. Бұна аруағы болады, ойнама бұнымен. Дұрыс айтасыз. Мағлар, мәңдайға. Болды. Егіге, орыс болып кеткенсің. Мағлар, Рахмет, ата. Жақсы рахмет. Көп рахмет. Келіндеріміз өстіп өздері қолдан ашытады, өздері көмеді тандырға. Қысы жазы осындай қылып нанды қолдан істеп жейміз. Ұнымыз бар, Құдайға шүкір. Набайдан шығатын ұн өзіміздің ұнымыз. Сондай қазір жеп көресін, тәтті. Мына келіндер өстіп істейді нанды. Мына жерден иісі мұрын жарып барады. Жауып атқан ешелерім болады мен екеуі де. Тамтта ең күшті мықты келіндердің бірлері. Нағыз қазақты көрсең, тамдыға кел деп. Міне салт дәстүрін, мәдениетін, тілін, дінін барлығын қаз қалпында сақтаған жеңгелерімізді қараңыздаршы, қалай орамалын тағып, нанын жауып, міне әжелерімізді қараңыздар, ақ жаулықты міне. Көрсе көз тояды. Рахмет. 76 жылы оқуға бардым Жемпеға.
сол кезде сол нағашыммен бірге барып шәмші қалдаяқов үйінде болғанмын. 2 ұлы бар еді кішкентай. Білмеймін, қазір ұлдар туралы көп айтпайды анша шәмші қалдаяқов. Сосын Тамдыға келген кезде журналист нағашыммен де бірге болдық. Сол кісіні көп көргенмін. Сол кезде Тамды аруы деген ән жазған. Соған қарағанда Тамдының қыздары ерекше әсер қалдырған сияқты. Солардың бірі сіздер болып тұр. Бізде ажырасу, ұрсу, керісу деген онша болмайды. Енді ел іші болғасын болады бірлі жарымды, бірақ осы барлығы ата-ананың қолында, ата-ананың қызметін істеп келіндеріміз, жаңа өзің көрдің, нан істейді. Біздің негізгі тамағымыз 5 бармақ. Түйенің етін жейміз көбінесе. Түйенің еті. Я, түйенің еті. Мынау асылып жатырған түйенің еті, мынау түйенің жілігі. Көбінесе қысқа жақын біз түйенің етін жейміз. Арасында жылқының етін де жейміз. Негізі қой. Қандай ет алсақ та біз оны сүрлейміз. Тұзға әдемілеп тұздап, бір күн қойып, ертеңіне ол етті жайып, сүр болғаннан кейін жейміз. Зәуре әжеміз асқан еттің дәмі таңдайымнан кетер емес. Өте дәмді болды. Рахмет. Бұл жақта еттің қамыры мол болады екен. Картоп, асқабақ, сәбіз қосылады. Асатып отыр. Одан кейін дастарханға сорпа мен айран әкелді. Ерексіп өтірік бірден цивилизацияға өтіп кеткен қазақтарға ерексіп қол салып жеген жақсы көремін да. Қарнымыз тойды, кейін шаңырақтың келіні үлкендерге сәлем салды. Көп жасап бәрекелді, бақытты бол. Ал әжеміздің ұлы қолымызға су құйды. Бәрі бабамыздың салтымен. Бұл сіздің көршілеріңіз бе? Я, менің көршілеріміз. Көршілермен осылай тату тұрасыздар ма? Я, әрине тату татты. Бір үйдің адамдарындаймыз. Санат, мына апам 70-тен асып отыр. Мен де 60-тан асып, 65-66-тан. Мына Дина сондай 65. Бәріміз, мыналар да 60-тан асып отыр. Әже болғанбыз. Кезінде болдық Тамды аруы. Тамдыбұлақ ауылында 3000 адам тұрады. 5 мектебі бар. Барлығы қазақ тілінде оқытады. Тіпті ана тілі сабағы да бар. Сол қазақ тілінде сөйлейді біздің ұрпақтарымыздың барлығы. Ешқандай басқа тіл қоспаймыз біз. Ауылдың мектебіне кірген сәтте өзімді облыс әкіміндей сезініп қалдым. Бізді әнмен, күймен, дәммен ерекше күтіп алды. Айтпақшы, бұл жердегі әр бала домбыра шерте алады. Мынандай құрмет күтпедім, шынын айтсам. Тамдыдағы ең алғашқы мектеп ордасы болған. 1926 жылы құрылған мектеп. Қазір 2022 жылы біздің елбасымыздың шарапатымен жаңа ғимарат салып берді. Әуес көріп жүгірген жас балалар беті қолы домпығып үсік шалды. Шидемнен тоң қабаттап киген малшы бет қарауға шыдамай терс айналды. Жамандық көрсең нәфіләті, суытып көңіл тейсаңыз. Жақсылық көрсең ғибләтірі, оны ойға жисаңыз. Қармен ойнаған күшті екен? Қарды біз алып келдік қой Астанадан. Білесіңдер ме? Тамдының түлектеріне мынадай жеңілдік қарастырылған. Егер олар ұлттық бірыңғай тестілеуден жалпы 189 ұпайдың 68-ін жинаса, онда өздері қалаған жоғарғы оқу орнына грантқа түсе алады. Қанша бас жылқыңыз бар? 60 жылқы басым бар. Біз көшіп келмегенбіз. Біздің жеріміз толған жеріміз бұл. Бұл уақытында деген 28 жылы деген Қарақалпақстан республикасын Өзбекстанға берген ғой Қазақстан. Сол кезде біздің территорияны 153 гектар Тамды ауданының гектар километр, 153 километр гектар жерін деген осы Өзбекстанға Қарақалпақстанмен бірге беріп жіберген. Сонымен біз осы жерде Қарақалпақстанда жасап қалғанбыз осы Өзбекстанда. Біздің қазір елімізде көпшілігі көшіп жатыр. Себебі деген тәуелсіздік алғанға дейін әр мемлекет өзінің деген ұлттық кітабын оқитын еді. Біз Абайды оқып өстік. Қазір бізде қазақша оқимыз, бірақ біз Өзбекстан программасын оқимыз. Көпшіліктің кетіп жатқан себебі сол. Біз қазақ боламыз деп кетіп жатырық. Біз өз жерімізден кетіп жатырық. Біз ата жұртқа барып жатқан жоқпыз. Біз өз жерімізді тастап, қазір деген Қазақстанға барып жатырмыз.
Біз деген мәжбүр болып жатырмыз. Себебі деген балдарымыз қазақ болу керек, қазақша тәрбие алу керек. Сол үшін барып жатырмыз. Бізді ешкім қуып жатқан жоқ. Рахмет Өзбекстан президентіне. Жағдайымыз жақсы, жаман емес. Міне көріп отырсыз. Шоурум Гүлнара әжеміздің үйі өте қазақы нақышта әшекейленген. Мына қараңыздар, есіктердің өзіне көзім түсіп отыр. Ою өрнекпен көмкерілген. Мына жақта міне іс тігетін машинасы да үлкен әжелеріміз бірден есіне алатын шығар. Бұл енді сонау тарихы бар, совет заманынан келе жатқан іс тігін машинкасы ғой. Ал былай қарай өтейік. Міне мына жақта 3 құдықты пеш, нар пеш деп айтылған, Бағана айтып жатырмыз, міне көрдіңіздер ғой. Қабырғада кілем тұру деген енді көп жерде жоқ қой, бірақ бұл нағыз қазақта ескіде ар жақтан су өтпес үшін қабырғаға осындай кілемделіп қойған. Сондықтан үйде жылы болып тұрады. Ал міне мына жерде де қарасаңыздар, көрпешелер қазақы құрақпен, ою өрнекпен әшекейленген екен. Гүлнара әжеміздің үйі осындай. Мына кәдімгі қазақтың бұрынғы шапаны. Түйе жүннен тігілген жүн шапан дейміз ғой. Әжеміздің қолынан шыққан бұйымдар ұнаса, мына төмендегі нөмір арқылы тапсырыс берсеңіздер болады. WhatsApp нөмірі жазыңыздар. Достар, қазір сағат 6-дан кетті. Қас қарайып үлгерді. Біз Ғафу ағаның шаруашылығындамыз. Бұл жер Тамдыдан 13 шақырым жерде орналасқан айдалада жалғыз үй десек те болады. Өздері отбасымен тұрады, шаруашылығын қарайды, осы жерде еңбек қылады. Қазір ағамыздың өзінің сұхбатын тыңдайсыздар. Кәсібіңізге береке берсін. Айтқан берсін. Мынаны күнде түгендеп санап тұрасыз ба қойларыңызды? Иә, күнде санап тұрамыз, азында санаймыз. Кешке санамыз, бүгін қар жауып. Мынандай қойдан санынан қалай жаңылмауға болады? Жаңылмаймын ғой, мен қазір жоғында. Жоғында. Әр қойды танисыз ба жеке? Бәрін танимын. Мына Жапандағы жалғыз үй қасында бір көрші нелер жоқ, ауыл аймақ жоқ. Қиын емес пе осылайдан тұру? Жоқ, қиын емес. Асфальт бар, асфальттың бойы ғой. Мияқта асар бар ғой, мияқта, миямызда асар бар ғой. Суық емес пе мына жақ? Жоқ. Жылу жағасыздар. Иә, күндізгі от жағасыз. Осы бір бөлме, иә? Осы бөлмеде тұрасыздар. Мияқта бөлме бар ғой, иә, осы бөлме тұрамыз, мына бөлмеде бар. Не сексеуіл жағасыздар ғой, не? Жылы, міне мына жақта немерені де көрдіңіздер ғой. Қараңыздар, тойған қоз сияқты. Жан сол. Ал азық-түлікті қайдан аласыздар? Азық-түлікті сол барып алып келеміз Зарапшаннан. Зарапшан қаласынан алып келеміз. Зарапшаннан, Тамтан. Тамтан аламыз дейді. Тоқ келіп тұр мына жерге? Жоқ, мына шөсіне. Біздер болып та өтіп жатыр, бірақ болып үлкен да. Біздерге тоққа болмайды да біздерге. Су ше? Су, мына құдығымыз бар. Өздеріңіз құдықта. Мотор, жерден су шығарады. Ентаменен. Ас бөлмелеріңіз ше? Осы бәрі бөлмеміз. Ас бөлмеңізде осы барлығы? Ас үстінде істейді, бұдан неге газ бар дәлізде. Газ неге бар, пеш жанып тұрған. Ал неше? Тоңазытқыш? О не деген? Тоңазытқыш бізде болмайды. Холодильник? Ондай болмайды, тоқ жоқ қой, оны тартатын. Сонда қайда сақтайсыздар заттарыңызды? Біздермен заттарымыз асханамызда жерде тұрады, асханамыз. Сол жақта біз андай жаздың ниетін заттыр көп әкелмейміз да. Амаймыз. Бір адамдар ойлауы мүмкін, мысалы сіздерді қарап, ой, мына жақта бір ғана бөлмеде неге отыр, неге тоқ бар, жылу бар, Wi-Fi бар, жерге келмейді деп. Бір жағынан қарасақ, бұл кісілердің негізі оған хәл жағдайы оп-оңай жетіп тұр. Мына дүние мүлікпен қаласа ертең-ақ Ташкенттің орталығынан үй алады бағанағы айтқанындай. Бірақ ұрпақ үшін, бала-шаға үшін міне осындай бейнетке көніп отыр. Көріп тұрсыздар ғой, мал, мүлік оңай адамға бітпейді. Ол үшін осылай қажырлы еңбек етуің керек. Біраз дүниеден бас тартуың керек дегендей. Расымен қазақ халқы еңбекқор. Бұл жер, осы жердің тілімен айтсақ, ауыл кеңес орталығы. Ал біздің тілімен айтсақ, әкімшілік. Қараңыздар, қалай? Кез кірген адам кіріп, міне ауыл тұрғындары барлығы отыр. Біздің ауылдың әкімшілігінің ішінде осылайынан кіріп, емін-еркін жүре алмайсың ғой. Дегенмен осы жерге келіп, кеңес өткізіп, талқылап, саламатсыз ба? Бүкіл ауылдың мәселелер осы жерде шешіледі. Ауылда жұмыссыз жастар бар ма қазір? Енді жоқ деп айта алмаймыз, бірақ өткен жылға қарағанда осы жылдың есебінде
елу жұмысшы жасымыздың 49-ның мәселесі бүгінгі күнге дейін шешілді. Жылдың қорытындысына дейін Жалғыз ақ қана адам қалды ма жұмыссыз? Қазірше осы жылға планға қойылған жасымыздан біреу ақ қалды. Ауылда жалғыз қырғызбыз, ұлтымыз қырғыз. Бірақ осы ауылдың қазағы болып кеткенбіз. Ұлтымыз қырғыз болғанмен қанымыз осы қазақ деп соғады. Керемет. Бірақ қырғыз ағайындармен де бізде түсірілімдер көп болады. Өте жақсы, өте қонақжай. Өте қатты құрметтейміз. Қазақ халқы қырғыз халқын өзінің туған бауырындай көреді. Қырғызда да ру бар ғой. Пакал. Пакал? Иә, қырғыздың пакалы. Жас қойып астына. Жақсы. Рахмет. Пакал. 0 жастан 100 жасқа дейін 1250 әйел қыздарымыз бар. Сол жасына қарай әрбір тайпаға бөлінеді бұл жастарымыз. Солардың әрбіріне неге мұқтаж болса, соған қарай жәрдем көрсетіледі. Осы жерге келіп мұқтаждықтарын айтады, не муамалары, не мәселе бойынша қиыншылықтары туылса, осы жерге келіп айтылады, осы жерден шешімі табылып жәрдем беріледі. Енді оны құдай біледі ғой, біз қаяққа қырып барып, бұл жақтан Қазақстанда қайтыс боламыз ба, я басқа жерде қайтыс боламыз ба, енді оны Алла біледі. Дегенде әкеміздің жатқан жерде осы жерден неғыла алмай отырмыз. Кету ниетте жоқ. Ниет жоқ. Ниет жоқ. Ана деген балаға жақын болады ғой. Балдар кетті, мен де кетем деп, неғыбым, ол кезде көшпеймін деп айтпады. Сосын бардым да баяғы ана жерде әйдік жай береді, сат жібердім, ол кезде шайды ешкім алмайтын еді. Сөйттім да мына кішкентай жайға келіп отырдым, өтпесе тастап кетем деп. Сол неменен келіп бұл жерге келсін, шүкір балдардың бір-екеу үйленді осы жерде, 3-4-еуі. Алдыңғы үйленгендер көшті ғой. Қыздар тұрмысқа шықты. Соны бармайым деп шалайынып қалды да, қалып қойдық. Қалған балдардың дәсті түбі алдым кетті ғой. Мейлі кете беріңдер, екеуін ұстап отырмын. Туам деген жастар болса, туғаны жақсы. Жасарады. Туған сайын адам жасарады ғой. Қазір көп нелер бірден ауырады. Осы мен ойлайым, туылмағандікі де шығар деймін. Кезінде бір жаңаға орыстың бір тілші корреспонденті, спящая красавица дегенде, соған бүкіл тамда сұлу, ұйықтап жатқан сұлу дейді. Мен айтам, ұйықтап жатқан батыр десе одан қайда. Әйелге теңегенше. Дуылғасын жамылып жатқан батырға ұқсайды ғой ол. Бір орыс қатын айтты деп, соны бәріміз әйелге теңеуіміз керек пе, тауымызды. Мен батырға теңеймін, ешқашан оны спящий красавица демеймін оны. Жақсы. Болды, батыр, ұйықтап жатқан дулығасы бар, сауыт сайман асынған батыр. Батыр, ұйықтап түнде қалқып кеткен батыр. Бір енді біз Өзбекстанда жасаймыз. Сол өзбектің ұлттық тағамы палау, құда қаласа дайындап береміз. Дұрыс. Бағана біз ет асқан, етті жедік. Енді палаудан. Осы тамда ауылына келіп болып түскеніме 40 жыл болса, осы мынау 3 көрпеше қолдан тігілген. Анамның маған артымнан біздерді енді қызға дүние береді дейді, сондағы әкелгендері. Жасауы. Енді 40 жылдық көрпешелер бұлар. Көзімнің қарашығындай өзім сақтап, осы өздерің ұқсаған қонақтар келген кезде ғана пайдаланамыз, басқа кезде жинап қоямыз. Өзім қолдан тоққанмын. Есептей бер, 78 жылы тоқылған. Қазір неше жыл болған, өзің есептеп ала бер. Бояулары қандай әдемі, міне гүлдері қандай әдемі. Қазақы ою салынған. Мынау екеуі де артымнан келген. Жаңағы дүниемен келген артымнан, ол кезде қыздардың артынан сандық әкелетін болған. Мына 2 сандықты да анам әкелген. Әлде де қалған жерлері бар шығар. Бірақ енді бір не, мынау бізде осы кезге дейін сақталған самауыр. Бұл самауырда біз осындай қонақтарға келіндеріміз шай құйып береді. Ән салдырған ауылым, сары қымыз самырым, тамсандырған ауылым, әнмен таңдырып, ән салдырған ауылым.
сыйлығым бар, аз болса да көп орында көріңдер, тойға келіңдер. Шапалақтарыңызды аямаймыз. Өзі азаматты сыйлаған әйел жаман болмайды. Міне бағанадан бері біздерде өзімізше сұхбаттасып көп әңгімені біліп алдым келіннен. Міне саған да рахмет. Міне аман сау, енді біз сендерді наурызда күтетін болдық. Наурызда үшеу болып аман сау келіңдер. Міне мынау көкірекшені апам кигізді деп Әже көп рахмет. Бағана көрдіңіздер, ет асқан, еті қандай дәмді. Мен ондай етті әлі еш жерден же көрмедім. Сүрленген қандай. Расымен де сүрленген мына ет. Айтады ғой, құнарлы шөпке тойған шөпке де байланысты, істеуге де байланысты. Ол жағы да бар. Рахмет. Жалғыз жолаушы арнасының басты мақсаты Алты алаштың басын бір YouTube арнаға біріктіру. Оған көмектесіп жатқан барша көрерменге мың алғыс. Еләлі, Ережанат, Айбол мырзалар, Нұрсұлтан, Жақыпбек, Айбек, Қайсар, Гүлбану, Мамырбек, Сәбира, Әл-Фараби, Әсет, Дамужан, Құнапия, Кәмшат, Берік, Руслан, Гүлсара, Бейсенбі және 20 000 теңге жіберген белгісіз жанға үлкен алғысымызды айтамыз. Барлығы 55.520 теңге жиналды. Сіз де төмендегі Каспи нөмір арқылы арнамызды қолдай аласыз. Бұл қаражаттың барлығы шеттегі қандастарымыздың өмірі туралы бейне материал әзірлеуге жұмсалады. Арнамызға тіркеліңіз. Айтпақшы, қуанышты жаңалық. Біз 100 000 оқырманға да жақындап қалдық. Барлығы сіздердің арқаларыңыз. Көп рахмет. Жалғыз жолаушының барша көрермендері, біз Тамдыдағы саяхатымызды аяқтағалы жатырмыз. Қалай келдік ауылға таңертең? Аяғымызды жерге түсірмей күтіп алды. Рахмет жігіттерге. Айтпақшы, тағы да бір айта кетерлігі, бұл ауылдың жігіттерінің ұйымшылдығы. Тамды тарландары деген арнайы топ бар. Ол топтың жігіттері ауылдағы кез келген мәселелер болсын бірігіп шешеді. Мұқтаж жандарға барлығы көмектеседі. Той томалақ болса бірігіп осылай ұйымдастырып ауылдың абыройын арттырып жүр. Расымен де жігіттер ұйымшылдықтарыңыздан айырмасын, осы ауыл жасай берсін. Өнерпаз жігіттер жиналған, той тойлаймыз. Ана жақтан палау басып жатырмыз, оны көрдіңіздер. Міне осындай қонақжай халық өздерінің тілін, ділін, мәдениетін, салт дәстүрін бәрін қаймағы бұзылмаған қалпында сақтаған. Алғыстан басқа айтарым жоқ. Жақсы күндерде жолыққанша. Рахмет.